Баршаңызға сәлем, бірге холодец дайындайық. Өте пайдалы, кальцийға бай, тойымды ас. Сиырдың екі аяғын жақсылап, жуып, тазалап, 6 бөлікке бөліп алдық. Суға салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін сүзіп алып тазалаймыз. 3-4 лавр жапырағын және 1 ас қасық тұз салып қайнатасыздар. Осылай 6 сағат бүлкілдеп қайнап тұруы керек. 3 сағаттан кейін қалауларыңызша ет қоссаңыздар болады. Сиыр еті, тауық еті, немесе жылқы еті. Жылқы етін қоссаңыздар өте дәмді болады. Астын көтеріп, бір қайнатып аласыздар. Көбігі шықса, тазалап сүзіп аласыздар. Енді бізге бір сәбіз керек. Қалауларыңызша бұл да 4 бұрыштық етіп, осылай көбек етіп турасаңыздар болады, немесе теркадан өткізсеңіздер болады. Турап аламыз және сарымсақтың 3-4 тілімін осылай майдалап турап аламыз. 6-7 сағат қайнағаннан кейін сиырдың аяқтарын сүзіп аламыз. Өте жақсы піскен. Еті сүйегінен ажырап жатыр. Барлығын түгелдей сүзіп аламыз. Артық заттар сүйек қалып кетпес үшін сүзгімен де сүзіп, тазартып қоямыз. Қайнап жатқан сорпамызға сәбізді және сарымсақты салып 5-10 минут қайнатамыз. Оған дейін еттерді турап аламыз. Бәрін ұсақтап тураймыз. Рецепт ұнап жатса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Етті де майдалап, сақтап турап аламыз. 5-10 минуттан кейін етті саламыз, барлығын салып, тұзын, бұрышын, дәмін көріп, тұз, бұрыш саламыз. Бәрін жақсылап араластырасыздар. Холодец дайын болды. Қалаған ыдыстарыңызға құясыздар, кесеге құйсаңыздар да өте әдемі, немесе осылай легенге құйып шықсаңыздар болады. Менде 2 леген шықты. Құйып болғаннан кейін бөлме температурасында суытасыздар. Суығаннан кейін тоңазытқышқа саласыздар. Жасап көріңіздер.